Батырда туған анадан, ақында туған анадан. Ананың биік тұғыры, анадан туған бар адам. Пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған. Анаға мәңгі борыштар елдегі барлық данадам. Ақ сүтін беріп өсірген, бұзық болсам кешірген. Тілін алсам айналған, күнәм болса өшірген. Ағанашым, анашым, саған тәнті балашын. Мөлдір, кәусәр бұлақсың, мен сүрінсем жылапсың. Шыңға шықсам қуанып, мен құласам құлапсың. Ағанашым, анашым, сендей бар ма жанашыр? Ардақты анамыз Сахансқа қызы Қызылорда облысында дүниеге келген. Екінші дүниежүзілік соғысының өрті өршігенде әкесі екі бауырмен бірге отан қорғау үшін майданға аттанады. Әттең, бір үйден үш бірде азамат соғысқа аттанып оралмады. Ысқақ атамыздың артынан үш қызы қалған болатын. Сол қыздарының үлкені Сахан анамыз әкесінен 6 жасында қалып, 3 кластық білім алады. Анамыз балалық шағының көп уақыты бейнетпен өткенін, нағашысының үйінде пештің алдында тамақ піскенше қамыс шағып отыратынын, одан қала бере масақ теруге баратын едік деп есіне алып отыратын. 18 жасында әкеміз Сарғалимен бас қосып, 11 бала тәрбиелеп өсірген батыр ана, еңбек және тыл ардагері. 40 жылдан астам уақыт мал шаруашылығы, оның ішінде түйе шаруашылығымен айналысты. Жаңа айтып жатыр, 4 түлік малықтың төресі түйені бақты бұл кісілерді. Қазақ айтады екен, түйе шөлейтті сорға бітеді, дәулеті асқан зорға бітеді. Түйені бағу үшін, түйені өсіру үшін оған мінез керек екен. Сондықтан сол бір жақсы мінездің барлығын осымен балалардың зәуренінде бойынамыз көретін едік. Жазда жайлауда, қыста қыстауда шұбатын сау, үкіметке өткізіп, планын орындап адал қызмет жасады. Әке-шешеміздің ерекше қасиеті жұмысты өте адал беріліп жасайтын, және өте турашыл, өтірік айтуды білмейтін кісілер болды. Барлық балаларын өздері көрген қиындықты көрмесін деп, білім алуларына барлық күштерін салды. Аллаға шүкір, қазіргі таңда балалары өмірден өз орындарын тауып, балалы шағалы Астанада, Атырауда, Қызылордада қызмет жасап жатқан жайы бар. Енді Сахан анамыз жайлы естелік әңгімелерге тоқталсақ, анашымыздың әрбір сөзі батамен аяқталатын. Әрқайсыңды көргенім маған сол олжа. Маған ешқайсының керегі жоқ. Сөлкі өлтіп, сендердің жүзіңді көріп, күліп ойлап, жүргендеріңді көріп жүрсем болды. Сендерге Құдай ешқандай көкірегіңе қаяу салмасын. Дендерің сау боп, бала шағаларың аман боп, бәріңде осындай біріңнің тойыңды бірің тойлап, ойнап, күліп, аман есе не көрсе де шауып жүре беріңдер. Ананың тілегі қабыл демекші, сол кісінің берген батасымен көсегеміз көгеріп, алаңсыз қанша жасқа келсек те бала сияқты өмір сүрдік. Есейіп кетсем де мен саған сәлемім, көңіл көктемде көзімнен танимын. Өте көпшіл болатын. Қыстауда өзі қалаға кетсе, кілтті есіктің жанына тығып кететін. Кілтінің қай жақта тұратын бүкіл ауыл білетін. Кілтпен есікті ашып, анам қаладан түскі автобустан келетін кезде, келген адамдар өздері қазанға ет салып күтіп отыратын. Дастархан ешқашан жиналмайтын, үйден адам үзілмейтін. Сарысудың бойында қаншама жолаушыны Құдайы қонақ қылып, сусындатып берекені кіргізіп отырған әрине анамыз Сахан болатын. Жаңа Сарысуда отқанда қаншама жолаушының Құдайы қонақ қылды, сусындатты, еліне елеулі, халқына қалаулы адам болды. Сол жақсы амалдарының барлығы алдынан шықсын апамыздың. Енді біз апамыздың бір-екі рет қолын алдық, бірақ жаңа айтылып жатқан барлық апамыздың жақсы қасиеттерін мен зәуренің бойынан көретін едім.
кешегі аш құрсақ студент болып жүргенде жайылып жастық иіліп төсек болатын еді зәуле бүкіл студенттердің барлығына. Сол үйге барып қарнымызды тойдыратын ек, сол үйде аунап қунап жататын ек. Сондықтан не дейді, анасын көріп қызын ал деп, бүкіл апамыздың жақсы қасиеттерінің барлығы осы әулеттің қыздарына жұғысты болған. Қонақ келсе, дастарханы кеңінен жайылып, көбігі бұрқыраған шұбатымен ыстық таба нанын ұсынып, ақ пейілмен қарсы алатын. Әке шешеміздің көңілінің дариядай дархандығын, жүрегінің кеңдігі ауылдағы көз көрген қариялардың әлі күнге есінде. Апам Ерболат ау, таңертең малға кетіп бара жатқанда, анау судың ағынына қойған қойған жаңа піляк айранды шарадан өзің ішіп кете бер, қарама. Айтып отырмын ғой, үйдің кеңі біздікі тары өздікі болып, өзі алдындағы тамақты бұлай адамға қарай итермелей береді. Көкем ба? Ашып бершет, өзі ауамен семіретін адамға ой жаңан анаған түспей, сондай көпшіл қолмақшыл. Күніне 3 мезгіл 11-12 түйе, 2 мезгіл 2 сиыр сауатын. Одан қала берді күнде үйде қонақ. Соның барлығын ұқсатып үлгеретін. Жақсы зиялы қауымның батасын да алды, халықтың батасын да алды. Би бол немесе би түсетін үй бол деген сөз біздің ата-анамызға арнап айтылғандай. Академик әкеміз Мұхаммеджан Қаратаевтың батасын алған. Оның бер жағында елбасымыздың жұбайы Сара Алпысқызы Назарбаеваға ақбота сыйлап, ол кісінің де ыстық ықыласына бөленген жан болды. Енесінің де жағдайын жасап үлгеретін. Қыстаудан 3 шақырым жердегі ауыл орталығына дейін жаяу, етін, сүтін, шұбатын тасып әкеліп беріп тұратын. Сонымен қатар ісіне адал, бастаған ісін аяғына дейін жеткізбей қоймайтын рухты кісі болды. 90 жылдары тоқырау кезінде совхоздан пайларын алып, жекеге шығып жатқанда баласы Төребайды бірден бір қолдап, бүкіл малға өзі бас көз болып, бүкіл ауыртпашылығын көтертіп алып шыққан анамыз еді. 11-ге бөліндік. Содан күнәра уәкіл, күнәра кісі анау келіп пай қайда, мынау қайда дегізден, анау қайда, жер қайда. 99 әңгіме, сол Төребайден бір шай ішетін болдық. Әкілен бөлініп атқанда ішінде уәкіліміз бар. Сонда апамның айтқаны ғой, ана қалған бөлінген бана Төребай сияқтарын біраз отыр. Ай жігіттер, сендер бір-екі адамның жүгімен арқалап жүргендерің. Мынау Әкбар Бесаптың ұлы ортасында қал. Бұның түрігі ауырлау, қолданан десе Әкбарға жәрдем беріңдер, бол болған емес, елге істеген тірліктерің болады деді. Қай кезде де балалары жақсы өмір сүрсін деп жанын салып көмектесіп қолдайтын еді. Ыстық суығына өзі қалап, балапандар үшін шырылдап жанын беруге дайын болып жүретін. Тек біздің ғана емес, халықтың анасы болды. Бүкіл көз көрген ауылдастар анамызды қатты жақсы көріп сыйлайтын еді. Көрген жерде өз анасын көргендей барлығы апау деп мәз болып қуанып жататын. Бейнетінің зейнетін көріп Аллаға шүкір, қартайған шағында жақсы өмір сүрді. Бір істі бастарда анамыздың батасын алып бастайтын еді. Тілеуқор анамыздың жақсы тілек ниетінің арқасында Алланың қалауымен балаларының барлығы тұрмыс жағдайы жақсы. Орталарында сыйлы, еңбектердің арқасында Астанадан, Қызылордадан үй алып, жақсы жер үй салып, бай қуатты өмір сүруде. Анамыз шөпшек көрген бақытты әже болды. Немерелері де білімді, өнерлі болып өсіп келе жатыр. Бір немересі Дана шетелде алпауыт білім айталмандарының алдында 28 жасында Швейцария мемлекетінде докторлығын қорғады. Бір немересі Айғаным физмат мектебін озат бітіріп, IT жоғарғы оқу орнын ағылшынша оқып, магистратураны бітірді. Бір немересі Нейлия қазақ тілінен республикалық деңгейде олимпиадаға қатысып, бірінші орынды иеленді. Енді бір немересінің есімін Ескендір Қасанғалиев қойған немересі әдемі қыз, әдемі, өнерге жақын, әнді құлақ құрышын қандырып айтады. Ал Амина биден жүлделі орындар алып жүрген биші қыз. Анамыз Астана мен Қызылордаға қалаған уақытында Эйр Астана мен 11 орында аяғын жерге тигізбей ұшып жүретін.
компания рахмет елеп ескеріп тыл ардагері деп тегін ұшыратын. Немерелері жан жақтан әжелеп қаумалап жататын. Демалыста Бурабайға барып балалармен мәз болып рахаттанатын. Балаларына еркелейтін. Міне әжесі келді. Ей жаным, соларынан қара жабысып атырынан қара жабысып атыр әжесіне. Міне өзінің апамның өзінің орны осы диванның үсті. Мынау дәрісін қоятын несі, столы, пульті бар, телевизоры бар. Өзінің телевизоры бәрі күтіп тұрды міне. Құдайға мың қата шүкір міне. Анашымыз ортамызға оралды. Ей жандарым осы ән. Бейнетті де, зейнетті де көрген. Әке-шеміздің салып кеткен сара жолымен ұрпағы өсіп келе жатыр. Осындай тәрбие беріп, білім беріп, қанатымызды қатайды өсірген ата-анамызға басымызды иіп, тағзым етеміз. Елі, жері, халқы, бала-шағасы үшін жасаған жақсылықтары алдынан шығып, жандары жанатта болғай.